Hi everyone, welcome to Easy English channel. Please, before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видео сабақта have something done конструкциясымен танысатын боламыз. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Окей, ағылшын тілінде have something done деген конструкция бар. Бұл сөз тіркесі іс-әрекет айтушыға қатысты, бірақ ол іс-әрекетті өзі емес, басқа адамның тарапынан жасалатындығы көрсетіледі. Яғни өзіне қатысты іс-әрекетті басқа бір адамға істету. Мысал үшін, the roof of Jane's house was damaged in a storm, so she arranged for a workman to repair it. Yesterday, the workman came and did the job. Jane had the roof repaired yesterday. This means that Jane didn't repair the roof herself, she arranged for someone else to do it for her. Мысал үшін, кеше қатты желден Джейннің үйінің шатыры зардап шекті. Сол үшін ол оны жасату үшін бір жұмысшыны шақыртты. Кеше жұмысшы келіп, жұмысты істеп кетті. Jane had the roof repaired yesterday. Jane кеше шатырын жөндетті. Яғни бұл дегеніміз, Джейн шатырды өзі емес, оны жөндеу үшін басқа бір адамды жалдады. Ал енді мына екі мысалды салыстырып көрейік. Jane repaired the roof. She did it herself. Jane had the roof repaired. It means she didn't it herself. She arranged for someone else to do it. So to say we arrange for someone else to do something for us, we use the structure have something done. Яғни have something done конструкциясын жұмыс бізге қатысты, бірақ оны біз басқа бір адамды жалдап істететін болсақ, осы have something done конструкциясын қолданамыз. Ал енді жасалу жолына келетін болсақ, have plus object plus past participle. Яғни сөйлемді бастауыштан бастаймыз. Have object, яғни толықтауыш, және де past participle етістіктің үшінші формуласын қолданамыз. Ал егерде ол дұрыс етістік болса, оған ed жалғауын жалғаймыз. Сондай-ақ have сөзі жіктеледі шақтарға, яғни келер шаққа, өткен шаққа, осы шаққа, және де нақ осы шаққа қоя аламыз. Мысал үшін, my car is dirty. I have my car washed. Менің көлігім лас, мен оны жудыртамын. Яғни оны өзім жумаймын, басқа бір адамға істетемін. My car was dirty. I had my car washed. Менің көлігім лас болған, мен оны жудырттым. Яғни have-ті біз өткен шақта had деп аламыз. I'm having my car washed. Мен көлігімді жудыртып жатырмын. Яғни дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Бұл жерде have сөзін біз ing-мен жасаймыз, яғни present continuous жағына қоямыз. Ал енді келер шақта I will have my car washed. Мен көлігімді жудыртамын. Ал енді сұрақ қоюға келетін болсақ, where did you have your hair cut? Сен шашыңды қайда қидырттың? Ал енді осы шақта where do you have your hair cut? Сен шашыңды қайда қидыртасың? Дәл осы шақтардың көмекші етістіктерін бастауыштың алдына қойып сұрақ қоя береміз. Ал енді мына екі мысалды тағы да салыстырып көрейік. How often do you have your car washed? Сен көлігіңді қаншалықты жиі жудыртасың? How often do you wash your car? Сен көлігіңді қаншалықты жиі жуасың? Яғни бірінші мысалда ол іс-әрекетті өзің емес, өзгеге істету. Ал екінші мысалда ол іс-әрекетті өзің істейсің деп тұр. Тағы да бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, Your hair is too long. I think you should have it cut. Менің ойымша, сенің шашың тым өсіп кеткен, сен оны қидыртуың қажет. What are those workmen doing in your garden? I'm having a swimming pool built. Мына жұмыскерлер сенің бақшаңда не істеп жатыр? Мен бассейн соқтыртып жатырмын. Яғни have something done конструкциясы іс-әрекетті өзің емес, өзге бір адамға істету дегенде қолданылады. Ал енді осы конструкцияны шақтарға қойып мысалдар келтіріп көрейік. Мысал үшін, Jane's coat was dirty, so she took it to the cleaners. Now it's clean. What has Jane done?
Джейннің пальтосы лас еді, ол оны тазалаушыға алып барды. Қазір ол таза. Джейн не істеді? Бұл жерде what has Jane done деп present perfect шағында сұрақ қойылып тұр. Ал енді конструкцияда present perfect шағында жасалыну керек. Яғни she has had her coat cleaned. Ол пальтосын тазалаттырды. Келесі мысал. My sister thinks her eyesight is getting worse, so she is going to the optician. What is my sister going to do there? Менің әпкем өзінің көзінің жанарының нашарлап жатқанын сезді. Ол енді оптикаға барайын деп жатыр. Ол жерде менің әпкем не істейін деп жатыр. Яғни бұл келер шақ түрінде қолданылып тұр. Енді she is going to have her eyesight tested. Ол өзінің көз жанарын тексертейін деп жатыр. Яғни келер шақта қолданып тұрмыз. Келесі, Anna is at the hairdresser's at the moment. A hairdresser is cutting her hair. What is Anna doing? Анна қазір шаштаразда отыр. Шаштаразшы оның шасын қиып жатыр. Анна не істеп жатыр? She is having her hair cut. Ол шашын қидыртып жатыр. Яғни present continuous жағы дәл осы шақта қолданылып тұр. Келесі мысал. My father's watch was broken, so he took it to a jewelry's. Now it's working again. What has my father done? Менің әкемнің қол сағаты бұзылып қалды, ол оны зергерге алып барды. Ол қайтадан жұмыс жасап жатыр. So what has my father done? Менің әкем не істеді? He has had his watch repaired. Ол өзінің сағатын жөндетті. Яғни ол өзі жөндеген жоқ, басқа бір адамға жөндетті. Сіздерге осы конструкция түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни have something done конструкциясын іс-әрекет өзімізге қатысты, бірақ ол іс-әрекетті өзіміз емес, басқа бір адамға істеткен кезімізде қолданамыз. Видео сабақты соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.